Күйеуімнің құмарлығы 2 бөлім. Жұмыс орнымда жоғары лауазымға өтіп, несие деген шырмауықтан өзімді әрең алып шықтым. Өзіме қарадым. Арасында құрдастардың жиындарына барып, уақыт өтіп жатты. Бірде әлеуметтік желі арқылы Ердос деген бір жігітпен таныстым. Сөздері, құрметтеуі дәл мен ұнататын жігітке сай келетін. Ұзаққа созбай кездесуді белгілеп, жақсы араласып, сөйлесіп жүрдік. Өте тұйық, өз орнымен сөйлеп, өз орнымен жүретін. Жасы 31-де, ал мен ол кезде 29-да едім. Оның қасында өзімді еркін, жеңіл сезінетінмін. Оған неге осы уақытқа дейін үйленбегенсің деген сұрағыма өз адамымды таппадым деп қысқа жауап қайтарған. Сол кезде оның сырын білсемші. Уақыт өте келе бір-бірімізді ұнатып, үй ішімен танысып, некелесетін болып шештік. Үйленетін уақытты белгілеп, құда түсу, тойдың шаруашылығы барлығын екі жақ ұйымдастырып жатты. Бірақ болашақ күйеуім Ердос бұндай шашылудың не керегі бар? Құда түсіп, сырға салып, бір шай ішіп, беташар жасап, шағын қонақ шақырып, атап өтсек болмай ма? Шығынды алып қайтеміз, қаражатты үнемдейік. Алда бөлек тұратынымыз бар деп таң қалдырды. Мен байғұс әр ойланып, бер ойланып, өзім сол несие төлеуден жалыққан адам болғасын шешімін бірден құптадым. Үлкендер де өздерін біліңдер, ересек адамсыңдар деп құптай салды. Сырға салынып, беташар болып, ет жақын адамдарымен тойымызды өткіздік. Осылайша мен тұрмысқа шығып, Ердостың әйелі атандым. Өзімді бір керемет сезімде сезініп жүрдім. Бір арқамнан жүк түскендей еркін тыныс салып, абыройыммен ақ табалдырықтан аттағаныма қуанып жүрдім. Бастапқыда ата-енемдікінде тұрдық. Келінгі қызметімен жұмысымды қатар алып жүрдім. Ата-енем жақсы адамдар болып шықты. Үйде 2 келін болып тұрдық. Ата-енем тұңғыш ұлдары шаңырақ көтергендеріне немере сүйеміз деп мәз болып жүрді. Кейін бір кештің төрінде күйеуім бөлек шығайық, өзінің орталықта үйі бар тұғын. Осылайша көпке созбай, бір айға жетпей бөлек кеттік. Бастапқыда бәрі жақсы болатын. Қазіргі психолог сымақтардың айтуынша, күйеуіңді қалай бар, солай қабылда дегеніне жүгініп, мінезіне, тұйықтығына көніп жүре бердім. Бірге бастапқыда таңнан кешке дейін жұмыста боламыз. Жұмыстан кейін оның тренировкасы бар. Кейін тренировкадан кейін үйге келіп, кешкі ас ішіп, кейде кино көріп, кейде сыртқа серуендеп қайтатынбыз. Үйленгенімізге шамамен 8-9 ай болғаннан кейін үйге оның достары келетінді шығарды. Шайларын беріп шығарып салам. Келген достарымен бірге әрі қарай бірде баняға барамыз, бірде футбол көреміз, бірде PlayStation ойнаймыз деп шығып кететін. Мақұл деп жүрдім. Өзімде жұмыстан шаршап келем. Еш артық ой жоқ болатұғын. Жарайды, демалсын. Жасы келіп үйленді, қыдырып баратындарына барып болған болар деп сенетінмін. Өзімді күтіп, бар дәмді тамағымды пісіріп, үй шаруашылығымен айналысып жүретінмін. Арада шамамен бір 2 жылдай уақыт өткеннен кейін Ердос таната тіпті қонып қалатынды шығарды. Телефон соғып іздесем, бірде ананың, бірде мынаның үйіндемін дейтін, сенбесең соқ дейтін де болды. Қасында еріп жүрген достары әлгі футбол, PlayStation клубтарынан танысқандар. Содан жақсы араласып кеткен.
Сөйтіп жүріп арамыз суи бастады. Ашығынан да сөйлесіп те көрдік. Оған достарың саған әйел болмайды, арада сәби жоқ, әрекет етсек болады, ал сен достарыңнан босамайсың деп ренжитінмін. Ал ол сәбиді болуы оны Алла береді. Менің үйде болып болмағанының еш қатысы жоқ деп қысқа қайырып шығып кететін. Жарайды деп жүре бердім. Уақыт өте келе сезім суып бара жатырған болар деп жаңағы әлеуметтік желілерден көретін түрлі іш киімдер сататын магазиндерге барып қызығушылығын оятайын деген мақсатпен түрлі нәрселер сатып алатынмын. Кешкісін Ердостың алдына таңғалдырайын деп шыққанымда күйеуісі маған еш таңғалар емес, тіпті жақтырмай қарайтын. Жарайды деп, ақыл менен болар деп жүре бердім. Бірақ арада сәби жоқ. Дәрігерге қаралдым. Тұрмыс құрғаныма 3 жылдай уақыт өтті. Сәбилі бола алмай жүрмін деп анализдер тапсырдым. Дәрігер болса, жолдасымен кел, ол да тексерілсін деп шығарып салды. Елдосқа келіп мән-жайды айтып едім, ұрысып қоя берді. Мен сенен бала сұрадым ба? Неге тумайсың дедім ба? Жөніңе жүр деп бар үмітімді су сепкендей басып тастады. Кейін анализ қорытындылары түрлі жұқпалы инфекциялардың барын анықтап, ем қабылдауым керек екенін және де күйеуімнің дереу келіп тексерістен өтуін дәрігер өтінген. Оны Ердосқа айтпадым. Не істерімді білмей, күнде кешкісін Ердосты күтумен күндер өтіп жатты. Жалғыз өзіме тым қиын болып кетті. Жалғасы бар.